Баршаңызға сәлем, менің есімім Шынар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін өте дәмді болып шығатын мясной пирог жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі жұмыртқа, сары май, қаймақ, тұз, ұн және қопсытқыш керек болатын болады. Барлық керек ингредиентті описанияға жазып кететін боламын. Ұнымыз бен қаймағымызды жақсылап араластырып, кейін тұзымызды саламыз, сары майымызды қосып, ұнымызға қопсытқышты салып, өте жұмсақ болып шығатын қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз қолымызға жабыспау керек. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады, сол себепті 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Қамырымыз өз формасын сақтап тұру үшін. Оған дейін салмасын дайындауға көшеміз. Плитамызға сковородкамызды қойып, ұсақтап туралған пиязымызды саламыз, кейін фаршымызды салып, осылай жақсылап қуырып аламыз. Дәм тұзына қарай тұзының, бұрышын барлығын салып келтіріп алып, кейін картобымызды салып, 5-10 минутқа бетіне жауып қоятын боламыз. Оған дейін қамырымызды шығарып, осылай екіге бөліп аламыз. Екеуі бірдей болу міндетті емес, астыңғы жағы үлкен болса жеткілікті. Қамырымызды осылай жаюға кірісетін боламыз. Кейіннен формамызды алып, формамызға салып, қамырымызды қолымызбен осылай келтіріп алсақ болады. Сосын осы барлық салмасын жақсылап салып, шет-шетін сәл қалдырып қоямыз, қамырын бетін жапқанға ыңғайлы болатын болады. Кейіннен бетін жауып, осылай жақсылап өздеріңіздің қалауларынша формасын келтіріп алсаңыздар болады. Бетіне жұмыртқаның сарысын жақтым. Және де кунжут септім. Кунжут өте ерекше дәм береді, сол себепті бетіне сепсеңіздер болады. Және 180 градуста 40 минутқа пісіріп алдым. Өте дәмді болып шығады. Ұнаса, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк, комментарий басып кетіңіздер. Рахмет!